Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Бүгінгі ораза айт құтты болсын баршамызға, айттан айтқа жете берейік. Мен сіздерге көрсететінім осындай екі бокс. Біреуі бетке күтімге арналған, біреуі боянатын. Бетке күтімге арналған осындай 4-1 пенка. Бұл пенка біраз уақытқа жетеді. Басында щеткасы бар. Бетіңізге массаж арқылы беттегі бүкіл заттарды жуып тастауға болады. Производствосы Китай. Осындай штрих-кодпен және оригинал деген жазумен келген. Келесі бізде Round Lab'тың осындай SPF кремі. Қазіргі таңда тренд болып жатқан SPF текстурасы өте жеңіл, макияждың астына күшті кетеді деп айтып жатыр. Кім қолданып көрді? Бирюзовый қосылған SPF крем бүкіл типтағы кожаларға кете береді. Және бізде 4-1 деген ткановый маска. Бұл масканы сіз 2 рет қолдана аласыздар. Осылай бетті ылғалдандырады, нәрлендіреді. Келесі бізде осындай коллаген. Көп оқырманның айтуымен осы коллагенді алып келдім Farmstyle-дың. Мен өзім қолданып көрмегем, қолданып көрген қыз-келіншектер бар болса, өздеріңіздің отзывтарыңызды жаза отырыңыздар, пікірлеріңізді. Енді көбісі айтып жатады, сіздерге бір ақпарат айта кетейін. Кез келген заттың сыртында өзінің жарамдылық мерзімі бар. Мысалы, мынау бізде 2028 жылға дейін жарамды. 2028 жылға дейін жарамды екен. Көріп тұрғандарыңызда 2023-те шыққан және ашылғаннан кейін біз бұны міне 1 жылдың ішінде қолданамыз. Егер ашылмаса, бұл зат 2028-ге дейін жарамды болып тұрады. Ал ашылғаннан кейін, мысалы, биыл ашсақ, 2025-тің апрель айында уже жарамдылық мерзімі таусылады бұның. Оны 2028-ге шейін қолданудың керегі жоқ. Кез келген заттың осы жеріне қараңыздар. Келесі бізде Kiko тоналкасы. Производствосы Италия, өзінің осылай штрих-кодпен жүрген. SPF 15 қосылған Kiko тональный кремге беті жирный, комбинированный қыздарға өте әдемі түседі. Және осындай Airspamның ұнтақталған пудрасы. Кім қолданып көрді, қолданады. Мен мысалы өзім қолданбаймын. Және осындай палетка бар бізде. Каллигердің қасқа арналған. Осы қазіргі таңда білесіздер, барлық жұлдыздар осыны қолданады. Енді мынаған да қарасаңыздар, бұл жерде тоже ашылғаннан кейін 1 жылдың ішінде ғана жарамды. Палетканың ішінде 3 түрі бар. Міне көрсеңіздер, осылай қасты бояғанға көбісі осыны қолданады. Үйдегі заттарыңызды көрсеңіздер болады. Ашылғаннан кейін 6 айдың ішінде, 3 айдың ішінде, 1 жылдың ішінде қолдану керек дегендерді көріңіздер. Және осындай beauty blender бетке арналған. Бұны қолданар алдын жуып жақсылап алсаңыздар, қысып күшті бетке тон кетеді. Осындай Кабареттің осындай подводкасы Бивен Сабодан. Бұның производствосы тоже Италия. Қараңыздар, ашылғаннан кейін 6 ай ішінде қолданып тастау керек. Бивен Сабоның екіншісі черный кабарет тушы. Негізі байқасаңыздар, көп жерде жаңағы жақсы заттарға переводтан кейін осындай қазақша переводты жапсырып береді. Вот, Мадин Италия ашылғаннан кейін 6 ай ішінде ғана қолдана аласыз. Ал жарамдылық мерзімі 2026 жылға дейін. Ал достар, сіздерге бүгінгі бокс пайдалы болып жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Негізі сіздер бет күтімін жасайсыздар ма? SPF-ті неше жасыңыздан бастап жаға бастадыңыздар? Сол жайында маған ақпарат беріп отырсаңыздар, келесі жолы да тағы да басқа заттарды түсіретін боламын.